Абай қалай дегенде де ақын ғой. Ақын болған соң Абайдың мұрасы негізінен өлеңмен қалды. Иә, қара сөздер де бар, басқа да мұралар жоқ емес. Сол Абайдың өлеңін талдау арқылы бір Абайдың сырына, Абай дүниесіне бір бойлап көз жүгіртіп көрейікші. Мысалы, өлең сөздің патшасы сөз сарасынан бастап, көк тұман, алдыңдағы келер заман. Осы екі өлең басын қосып. Bir қарайықшы ағайын. Енді бүкіл қазақ баласының бір мәмілелі тоқтамы Абайдың даналығы. Абай айтты дегенге айналмайтын. Абай тұжырым жасаған нәрсеге иланбайтын қазақ кем деген. Неге? Осы Абайда бәрі бар. Не іздейсіз Абайда соны табасыз. Неге? Мектеп бітіріп жатқан жастар айтады, сенде бір кірпіш дүниеге кетеген тапта барғаланды бір-біріне жол болсын айтып жатады. Топырақты өлім торқалы тойда Абайға сүйенеміз. Өлім барда қорлық жоқ деп асты сөз айтсақ, адамзат бүгін адамды ертең топырақ деп сөйлеп жатсақ, енді бір жерде құлақтан құрып бойдылар деп концертімізді ашып жатамыз. Абайда бәрі бар. Гете сияқты 143 том жазған жоқ. Толстой сияқты 96 том жазған жоқ. Бар болғаны мұқаба үнемдеген адамға бір-ақ кітап Абай. Соның бәріне бүкіл қазақтың болмысын сыйдырды, айтам деген нәрсенің бәріміз Абайдан табамыз. Неге? Абай кім ең бірінші? Абай қалай деген ақын. Қазақтың ғұмында қазақ Абайды ақын деп таниды. Бірақ ақынның ішіндегі әуезов айтпақшы, ақылдың ақыны. Абайдың жүріп өткен жолы, Абайдың сүрген өмірі, шында да қазақтың ең бір отарлықтың қамытын әбден киіп, басқыншы жұрттың қарамағына толығымен кірген шағы. Сонымен Абайды ақын дедік. Өзді айтады, өлең сөздің патшасы дейді. Сөз сарасы дейді, саралау, классификациялау. Жіктеу, саралау. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Енді осы екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес қой ақындық. Сөйтеді, өлеңнің алғы шарттарын айтады. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның ғылымсыз бейшарасы дейді. Ақын дейтін аты қалады, ақын емес деп айтпаймыз. Ғылымы жоқ бір бейшара, енді бездарны, дарыны кем ақын дейді. Сөйтеді, енді дұрыс қой. Абайды хаким дейміз, хаким дейтін себебіміз, Абайдың өзі айтады, әрбір хаким ғалым дейді, әрбір ғалым хаким емес дейді. Хакимдікінің даналық, мудрость былайша айтқан кезде. Даналық екінің біріне берілмейді. Ғалымдық берілгенмен ғалымның бәрі хаким бола бермейді, ал хакимнің бәрі ғалым бола алады дейді. Өйткені әр нәрсенің ретін біледі. Әр нәрсе даналықтың көзімен қарайды. Аның үшін не керек дейді өзі айтпақшы Абай. Аның үшін дейді, Абай өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген өлеңінде енді негізгі бір тиянақта бар, табан тірер, негізгі ұстын, енді философиялық категория дейсіз бе, басқа дейсіз бе, әуелі дейтін сөзге келеді. Әуелі дейді, ақын болу үшін, сөзің жақсы елге жету үшін, халыққа ақыл айту үшін, сауабын жинау үшін не істеу керек дегенде, әуелі аят, хадис сөздің басы дейді. Аят Құранның бөлшегі, хадис пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өнегесі. Сүйенетін нәрсең әуелі аят, хадис сөздің басы болу керек дейді. Сүйенетін нәрсең сол болу керек дейді. Қосарлы бәйт мысал келді арасы. Бәйт мысал енді тарихы бар, қысасы бар, басқасы бар. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен оналаса дейді. Ол егер саған қисынды болмаса, ол қызық, яғни сенің өмірге тұтынуыңа көмектеспесе, ол сенің қалай бала шағаңды асырауың, қалай мал бағуыңа, қалай кәсіп қылуыңа, туыстық қарым-қатынас, қоғамдағы орның, осының бәріне қисынды және қызықты, ол сенің қажетіңе жарамаса, неменеге айтады? Алла тағала ештеңеге мұқтаж емес деп Абайдың өзі айтады. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Адам баласы біз мұқтажбыз дейді. Ал Алла өлшеусіз, адам баласы өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді өлшей алмақ емессің дейтін Абай өзінің бір сөзін тағы мына бір тұста әдемілеп айтып кетеді. Сонда қарап отырсаңыз, Абай сүйенген нәрсе аят пен хадис. Осының кейбірді айтқан кезде әрине, сендер Абайдан молда жасамаңдар, қойыңдар осы сөздерінде айтамыз. Айтып жатады, көп қарсылық болады енді. Өзінде жоқ нәрсеге адам баласының дұшпан бола кететін әдеті ғой.
сонда абайды түсіну үшін абайдың жолымен жүру керек. Біреуді түсіну үшін, бәрібір сен спорттан жақсы тренер болу үшін, ең құрғанда бір қырып чемпион болмасаң да, кілемде жағаста суды, шалысудан хабарың болу керек, ең құрғанда. Жақсы тренер болу үшін әрине сен ортан қолдан жоғары спортшы болуың керек деген сияқты. Абайды түсіну үшін ең құрғанда абайдың жолымен абай сияқты тақуа болмай қой, абай сияқты кітабы тасти 38 сөздегідей дінді бір талдамай қой, бір жалпы негізі діннің негізгі элементарлы алғы шарттарынан хабарың болу керек. Әйтпесе абайды түсіну мүмкін емес. Абайды түсіну мүмкін емес. Абайды түсінем десеңіз, абайдың жолымен жүріңіз. Ал абайдың жолы не дегенде абай айтады, Алланың, пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз дейді. Кімнің жолында? Алланың жолындамын, пайғамбардың жолындамын деп абай өзі айтып отырған абайды сен исламнан бөлексің деп қарау, біріншіден абайға қиянат болады. Обал болады ондай нәрсе. Абайды түсінем десеңіз, абайдың жолымен жүруіміз керек. Абай айтады, Құран рас, Аллахтың сөзідір, ол тәуиліне жетерлік ғылымың шақ дейді. Рас деген сөзде жай ғана рас емес, абсолютті ақиқат, адам баласының миының жемісі емес. Бұл Алладан түскен, былайша айтқанда откровение дейміз ғой, әхлі кітап деп отырған сөзі абайдың. Бұл жерде шын мәнінде бұл хақтан түскен адам санасынан тыс Алланың сөзі дейді. Алланың сөзідір, ол тәуиліне жететін ғылымың шақ дейді. Алланың сөзі, сен менің сөзім емес, біздің жүрегімізде шыққан дүние емес. Абай осылай дейді. Сөйтеді бір сөзінде айтады, енді келешекте ол сөзге де келе жатармыз. Распенен таласма, мүмин болсаң, айттым бітті адамдық атың жүрмейді. Адам деген атыңды сақтап болу үшін рас нәрсемен, абсолютпен таласпа дейді. Енді бір сөзді айтады, ақсақал айтты, бай айтты. Кім болса мейлі сөйті, ақыл сенбей ме, сенбеңіз дейді. Өйткені ол адамның жемісі, ол абсолют емес дейді. Яғни, аят хадис емес дейді ол. Аят хадис емес қой, күфір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбен өлсеңіз дейді. Абай ешкімді де ол Гегел айтты, Фейербах айтты, Сократ айтты, Аристотель айтты, Дулат айтты, Құнанбай айтты емес. Кез келген нәрсеге сыни көзқараспен қарауға болады. Бірақ аятпен хадиске қарсы келсеңіз, кәфір боласың дейді, күфір боласың дейді. Аяттық пен хадистан басқаның бәріне қарсы келуге рұқсат бар дейді. Ол үшін сен күпірлікке жазғырылмайсың деп отыр. Енді сол абайдың енді көп сөздері бар ғой. Соның ішінде бәріміздің есімізде бар нәрсе ол мені мен менікі. Мен менікінің айырылғанын өлтеде бат қойып дөңкей білмес дейді. Ақыл мен жан мен өзім тән менікі дейді. Осы бір нәрсе жалпы абайға дейін тап осындай дәрежеде ғылыми теологиялық дейміз бе енді. Сол негізде абайға дейін айтыла қойған жоқ. Одан кейін де бір айтылып қырған шамалы. Абаймен басталда өкінішке орай абаймен сол ары қарай сол аса бір қатты тәпсірленді деп айтылмаймыз. Абай айтады, енді барынша қарапайым түсіндіріп көрейікші, онда бәрін күрделеніп бергенде не болады? Абай айтады, көк тұман алдыңдағы келер заман. Келер уақыт белгісіз. Шында да көк тұман. Ертең не боларын білмейміз. Осыдан бір жарты жыл бұрын бүкіл әлем карантинде болады десе, адам баласы сенбеген болар еді. Бір тарының қауызына сыйғандай адамның баласын үйдің ішіне өзінің шаңырағына қуып тыққан нәрсені мысал үшін білмедік қой біз. Бүгінгі күн кешеде осыдан жарты жыл бұрын көк тұман еді. Сол сияқты алдымызда келердің күн де белгісіз. Көк тұман алдыңдағы келер заман. Бірақ адам болған соң шайтан ғана үмітсіз. Бәріміз үміттенеміз. Үмітті сәулетіп көз көп қадалған. Енді көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр. 21-ші жыл, 23-ші жыл, 41-ші жыл, 2020, 2050 деген сияқты келе жатыр ғой. Әр қайсында, әр жылда 165 күннен келе жатыр. Көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр. Суретте сипатта жоқ көзім талған. Ол күндер келетін күнмен, өткен күнмен бәрі бір бас келет, кетет, артында із қалдырмас. Соның бірі арнаулы таусын шаққын. Әр жағын бірақ Аллах бірледі рас. Таңғаласыз, таңғалмайсыз. Білмейміз, 2041 жылдың 14 августында қайтыс боласыз ба? Я болмаса, осы 2020 декабрінде қалай болады? Әйтеуір сол күні Трамп сияқты сол келе жатқан бір күні сені бұл өмірден алып кететін күн дейді. Соның бір арнаулы саған арналған таусылатын күнің, өмірден өтетін таусыншақ күн. Өліп кеттің, әр жағын бірақ Алла біледі рас.
сөйтеді айтады, ақыл мен жан, ақыл разум, жан рух, ол мен өзімін, я сам, орысша айтқанда. Ақыл мен жан мен өзім, тән менікі, киім тән, бар болғаны киім, сенің бұл өмірдегі уақытша сәнің ғана. Ақыл мен жан мен өзіммін, тән менікі, менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке, тағдыр жоға өлбастан, менікі өлсе өлсін оған бекі. Барсың, дүние кетеді, ол қалады. Алланың алдында сен таза жаныңмен, иманыңмен барасың. Жалпы адамды Құдайдан қорқытатын, тақуа қылатын осы бір негіз. Жан мәңгілік, жан өлмейді. Жан ертең жауап береді. Құранда білеміз, кәпірлер шекінай топыраққа айналып кетсе екен, осы бітпен жоқ болып кетсе екен дейді, бірақ жоқ болмайсың, бәрінің жазасы бар дейді. Абай айтып отқан нәрсе осы. Жан мәңгілік. Ендеше кез келген нәрсеге сен ертең Алла тағаланың алдында жауап бересің деп айтады. Абайдың көп жиі кездесетін Абайдың қара сөзінің сөз махшарда, Алла тағаланың субханалла тағаланың алдына барғанда дейтін сөз бар. Мәселе осы жерде тұр. Енді Абай айтады, енді осы өмірде соны ескермей, имандылықты, тақуалықты ескермей, шырақтар, ынталарың менікінде, тән рахатын іздейсің күні түнде. Әділеттік, арлылық, махаббатпен үй жолдасың қабірден әр өткенде дейді. Рас. Ынтамыз менікінде екен, рас, біразымыз, бәріміз солай. Біраз дүниені бұл дүниемен шектеп тастағанымыз, бұдан кейін ештеңе болмайтындай. Абай тағы да айтады, әсті өлмесін білгендей тірлік қылған деп. Өлейін деп өлмейді, өлер ұшан. Әсті өлмесін білгендей тірлік қылған деп. Өлместей тірлік қып, біріміздің жақамызды жыртып. Бұл дүние мәңгіліктей көріп, көңіл қалдырысып жатқан жағдайымыз жоқ емес. Абай соны айтып отыр. Шырақтар, ынталарың менікінде, тән рахатын іздейсің күні түнде. Енді әділеттік, арлылық, махаббат дейді. Әділеттік Алланың сипаты. Арлылық ұят. Махаббат ол махаббат, Алла тағала махаббатпен жаратқан Алламыз затты. Осы үй жолдасын қабірден әрі өткендер, адам қайтыс болғанда біздің күні бүгінгі үшін айтады ғой, иманы жолдас болсын, иманы саламат болсын, жаңағы үй жолдасы қабірден әрі өткен кезде үй жолдасы болсын. Абай осыны айтып отыр. Үй жолдасын қабірден әрі өткенде, сол сенің бойындағы иманың, әділеттік, арлық, махаббатың деп айтады. Енді осы өлеңде айтады, адам ғапыл қалған адам, дүниені дерменік. Менікі деп жүргенің бар, оны қалланыкі. Тән қалып, малда қалып, жан кеткенде, сонда ойлап болады, не сенік? Жауап біреу ақ, екі жерде кім төрт деген сияқты. Сонда иманың ғана қалады. Сол иманың саламат болсын. Иманың жолдас болсын. Жолдас болғанда не? Жолдас деген проводник деген сияқты нәрсе ғой. Ертең сенің қолынан жетектеп жүретін жақсы ісің, жақсы қылығың. Алдында да пайда, малға сат, пайдаға сат қылығыңды, лай үймен тұнығыңды. Сонда өмірден алдамшы бола алмассың. Ол білдірме ұрламақ қызығыңды дейді. Өмір өтіп бара жатыр. Алдамшы болмау үшін өмір реалды нәрсе. Ол бір сыртқа емес, күнделікті адаммен қарым қатынасың, күнделікті біздің эмоциямыз, көретін қызығымыз, қайғырған қайғымыз, қуанған қуанышымыздың бәрі бұл инсанияттың кәмелеттігі үшін адамның өмірде бір сыналу үшін қажетті дүниелер. Осында қару қылатын нәрсең әділеттік, арлық, махаббат дейді. Енді осыдан артық қандай бір уағыз болуы мүмкін, осыдан артық қандай бір адамшылыққа бастайтын бір жол болуы мүмкін. Абай бәрін айтқан, тек қана біз түсінсек жетіп жатыр. Мына өмірде қиыншылық, адам өмірге кірісті. Адамның адамшылығы өзі бір Құдайды анығырақ тануымен деп айтады. Адам адамнан дейді, кім Алланы анығырақ таниды, сондығымен артылады дейді. Біреу Алланы соншалық таныған сайын ол кішірейе түседі. Ол таныған сайын өмірдің өткінші екенін біледі. Өмірдің өткінші екенін білсе, ол көрінген жағасын жұртпайды. Дүние үшін, басқа үшін біреумен соншалықты жаманшылыққа бармайды. Ондай адамнан жамандық күтпейсің. Қазақтың өзі де бекер айтып еді, Құдайдан қорықпағаннан қорқ деп. Сол жерде Абай айтады, мазлұм өмірде зұлымдық көрген, қиыншылық көрген, кедейшіліктен көре ме, қиыншылықты аурудан көре ме, адамнан көре ме, жалпы зұлымдыққа ұшыраған, қиыншылыққа ұшыраған адамға дейді Абай айтады, мазлұмға жаның ашып, ішің күйсін, харекет қыл, пайдасы көпке тисің. Көптің қамын ол ұлт бола ма, қауым бола ма? Әулетің бола ма? Көптің қамын әуелде Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін. Көптің қамына жасаған қызметің, ұлтқа жасаған, қоғамға жасаған қызметің бәрі Алла тағаланың былайша айтқанда ризашылығында және оның қарауында, бақылауында тұрған дүние екенін Абай қандай әдемі қылып айтады.
адам болған соң әркімнің өзінің мақсаты бір керегіне қарай бұрылып тұрады. Абай айтады, әркімнің өз мақсаты керегінде. Біле алмадым пысығын зерегінде дейді. Саяз жүзер, сайқалдар, ғапыл қалар, ақиқатта діндағы тереңінде. Тереңге сүңгіген сайын, анығырақ білген сайын, көкірек көзіңіз ашылады. Бұл Абайдың өлең арқылы қазақ өзінің иманын бір табуға бір жақсы жол бар деп ойлаймын. Абай сонысымен Абай. Мені мен менікінің айырылғаны деп отқанда, ақыл мен жан мен өзім тән менікі деп отырғанда, бұл философияның, бұл енді Абай даналығын сырын терең түсінген қазақтың Алласын тануы, Алласын таныған соң бақытқа жол табу, анағұрлым оңай деп ойлаймын. Сондығымен де Абай құнды. Абай айтпақшы, жә, бұдан не инандық ағайын.